Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз алгебра пәнінен 1-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалау бақылау есептерін шығарамыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Бірінші есеп теңдеулер жүйесін шешіңдер. Бұл есепті алмастыру тәсілімен шешеміз. Ол үшін не істейміз? X-ті Y арқылы немесе Y-ті X арқылы өрнектеп аламыз. Ол үшін не істейміз? Теңдіктің бір жағында тек қана бір айнымалы ғана қалу керек. Сандарды, басқа жаңағы айнымаларды теңдіктің екінші жағына жібереміз. Сонда 14 дейміз. 14-ті көшіріп жазамыз. Плюс Y-ті теңдіктің екінші жағына минус Y болып шығарамыз. Енді осыдан алған X-міздің мәнін, міне X-ті алдық қой, 14 азайтылған Y деп. Екінші теңдеудегі X-тің орнына қоямыз. Сонда 14 минус Y-тің квадраты қосылған Y-тің квадраты тең 100. Енді көрдіңіздер ме, бізде бір ғана айнымалысы бар, осындай өрнек шықты. Мынау бізде А азайтылған B-ның квадратының формуласы, ол бізде 14 квадрат азайтылған 2 көбейтілген 14 көбейтілген Y плюс Y квадрат деп ашылатын еді, қосылған Y квадрат тең 100. 14-тің квадраты бізде 14 көбейтілген 14 196. 196 азайтылған 2-ге 14-ті көбейтсек 28Y қосылған Y квадрат пен Y квадратты қосамыз, бізде 2Y квадрат болады. 100-ді теңдіктің сол жағына жібереміз, минус 100 болып, тең 0. Яғни бізде теңдіктің екінші жағына 0 деген ғана сан қалу керек. Енді жаңағы квадраттық теңдеу ретінде жазып аламыз барлығын, яғни айнымалының кему ретімен жазамыз. Біріншісінде 2Y квадрат азайтылған 28Y, 196-дан 100-ді азайтамыз, 96 болады, тең 0. Енді 2-ге қысқартып жіберсек болады, 2-ге бөліп жіберсек, сонда Y квадрат азайтылған 14Y қосылған 96-ны бөлсек 2-ге, ол бізде 48 болады, тең 0. Енді ол бізге барлығымызға белгілі квадраттық теңдеу. Квадраттық теңдеуді дискриминант арқылы шығарамыз. Дискриминант тең минус 14-тің квадраты азайтылған 4 көбейтілген 48. Тең 14-тің квадраты 196, 4-ке 48-ді көбейтсек 192. 192 ол бізде 196-нан 192-ні азайтсақ 4 болады. Енді Y1 мен Y2-нің мәнін тауып аламыз. Ол бізде плюс 14 плюс минус 4-тің түбір астысы, яғни 2 бөлінген 2. Естеріңізде жоқ болса, дискриминанттың формуласын жазып қойын. Дискриминант бізде қандай еді? Дискриминант бізде b квадрат азайтылған 4ac. Бұл жақтан x1 мен x2-нің мәні минус b плюс минус түбір асты дискриминант бөлінген 2a. b деп тұрғанымыз бізде y-тің алдындағы сан, a деп тұрғанымыз y квадраттың алдындағы сан, c деп тұрғанымыз бос мүше. Енді табамыз. 14-ке 2-ні қоссақ 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8. 14-тен 2-ні азайтсақ 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6. Сонда біз Y1 мен Y2-ні тауып алдық. Енді алып бағанағы ең бірінші өрнек бар ғой, сол жақтағы осы алған сандарымызды Y-тің орнына қойып X-міз табамыз. Сонда X1-міз тең 14 азайтылған 8. Ол бізде неше болады? 6 болады. X2-міз тең 14 азайтылған 6. Ол бізде 8 болады. Сонда X-міз 6 болғанда Y-міз 8 болды. Бірінші жауап. Және X-міз 8 болғанда Y-міз 6 болды. Есептің шешімі жауабы осылай түрінде қалады. Екіншісі, теңдеулер жүйесінің график тәсілімен шешіңіз дейді. Екіншісі, x минус 3-тің квадраты қосылған y плюс 1-дің квадраты тең 9. Y-міз тең минус 1. Енді графиктік тәсілмен есебіміз теңдеулер жүйесінің графиктік тәсілмен шешіңдер дейді. Біздегі ең бірінші теңдеуіміз бұл бізде шеңбердің теңдеуі. Шеңбердің теңдеуі бізде x минус a-ның квадраты плюс y минус b-ның
квадраттың формуласы еді, тең болады r-дің квадраты. Яғни бұл жақтағы a деп тұрғанымыз минус плюс 3, b деп тұрғанымыз минус 1, r деп тұрғанымыз 3, яғни 3-тің квадраты бізде 9, 3 бізде мынау тұр. Тамбасы яғни өзгереді. Мына минус b болса, мына яғни минус 1 болады. Енді осының графигін сызайық. Графигін тұрғызамыз. Бізде мынау x, мынау бізде y. y 1, 2, 3, 4, x 1, 2, 3, 4. Енді минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Енді қараймыз. A бізде 3, яғни x-тің мәні 3, 1, 2, 3, міні. B минус 1, міні, минус 1. Яғни осы бізде центр болады, осы шеңбердің центрі болады, ал радиусы 3. Сонда 3 клетка оңға, 3 клетка солға, 3 клетка, так, 1, 2, 3 жоғары, 3 клетка төмен 1, 2, 3. Осындай шеңбер болады. Осы шеңберді не істейміз? Былай сызайық. Сіздер әдемілеп циркульмен сызыңыздар, менде осылай сызылады. Енді міні. Так, міні осында шеңберімді сызып алдым. Енді y-тен минус 1 графигін сызу керек. Яғни минус 1 міні y минус 1 осы. Осының бойымен, яғни x осіне параллель түзу болады. X осымен параллель түзу болады. Теңдеулер жүйесінің жауабын жазған кезде осы шеңбермен түзудің қиылысу нүктесін табамыз. Сонда бізде мына бірінші нүкте және де екінші нүкте. Бірінші нүкте бізде бұл жақта x-іміз 0, y-іміз 1, яғни 0 мен минус 1 дейміз. Екінші нүкте x-іміз қанша жағда? 4, 5, 6. 6 болғандағы y-іміз минус 1. Сонда x-іміз 6 болғанда y-іміз минус 1. Екінші жауап деп осылай түрде қалдырамыз. Тік төртбұрыштың периметрі 28 см, ал диагоналі 10 см. Тік төртбұрыштың қабырғаларын теңдеулер жүйесін құрып табыңыз дейді. Үшінші есептің берілген жазып алайымыз. Яғни периметрі 28 см. Диагоналі d әрпімен белгілеп қойық 10 см. Осы тік төртбұрыштың қабырғаларын теңдеулер жүйесін құру арқылы табыңыз дейді. Бірінші тік төртбұрышымызды сызып алайық. Тік төртбұрыш дегеніміз төртбұрышы бар осындай фигураны айтады. Бұл жақтағы қабырғасы A және B болса, периметрі бізде екі қабырғасының қосындысы және де екіге көбейтіндісі еді. A қосылған B. Ал диагональ деп тұрғанымыз осындай екі қарама-қарсы жатқан қабырғасын бір-біріне жүргіземіз. Бұл бізде мысалы c болсын. Есімізге түсіреміз Пифагор теоремасын. c-ның квадраты тең болады a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты деген Пифагор теоремасының формуласы болған. Бізде бұл жақта c-ның квадраты бізде, яғни c дегеніміз диаметр болса 10 болады, яғни 10-ның квадраты тең a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты. Енді осы бойынша теңдеулер жүйесін құрастырсақ болады. Сонда 2a плюс b бұл бізде периметр 28, a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты тең болады 10-ның квадраты, яғни 100. Так, мына жаққа стрелканы астына жазасылай жүреді. Сонда 2-ні теңдіктің мына жағына жіберсек, бөлу болып жіберіледі. a қосылған b тең болады қанша? 14. Мына жақта a-ның квадраты қосылған b-ның квадраты тең болады 100. Оқушылар, егер мән беріп қараған болсаңыздар, бірінші есептің берілгені дәл осындай еді. X қосылған y тең болады 14, x квадрат қосылған y квадрат тең болады 100. Осы есептің шешуін, жаңағы үшінші есептің шешуіне жаза салсаңыздар болады. Түсініп қарап алыңыздар тағы да бір рет. Яғни бұл жақта жауабын жаза салайын бірден. Жауабы a бізде 8 болғанда b бізде 6 болып тұр. A бізде 6 болғанда b бізде 8 болып тұр. Төмендегі суретті пайдаланып, x квадрат қосылған y кіші 3-тен, x қосылған 2y кіші үлкен сурет бейнеленген. Яғни бізде бұл жақта y-ті теңдіктің сол жағында қалдырамыз, ал қалған өрнектерді теңдіктің сол оң жағына жібереміз. Сонда мына жақта y-ті қалдыратын болсақ, кіші болады 3 азайтылған x квадрат. Мына жақта
2y-ті бірінші шығарып аламыз. Үлкен немесе тең -2-ден -2 азайтылған x-тан. Сонда y-іміз кіші 3 азайтылған x квадраттан, y-іміз үлкен немесе тең -2 азайтылған -x бөлінген 2. Енді сонда қараймыз. Бірінші өрнектегі мынау бізде парабола, яғни парабола бізде x квадраттың алдында тұрған таңба бізде теріс болғандықтан төңкеріліп тұр. Y бірақта осы параболадан кіші деді, яғни y-ті ішіне белгілейміз. Мынаның бәрі бізде y-тің шамасы болып тұр. Ал y үлкен немесе тең -2 азайтылған x бөлінген 2 бұл бізде түзудікі, мұны түзу. Y бұдан үлкен болып тұр. Сонда y-імізді бұлай жоғары бейнелейміз. Сонда осы графиктік тәсілмен жаңағы берілгенде не деп тұр? Берілгенде теңсіздіктер жүйесінің шешімдер жиынын бейнелеңіз дейді. Шешімдер жиыны бізде осы екі штрихталған бөліктің қиылысқан жері бізде осы шешімдері болады. Яғни есебімізді осылай жаза саламыз. Ал оқушылар осымен есептер аяқталды. Менің каналымда тағы да бірінші және екінші нұсқасы бар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сау болыңыздар.